Енді бостан не шығады екен көрейік енді. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Вирсус. Бүгін біздер события бітіп, осындай очень странный дела деген үшін талап шығыпты. Енді осыны көреміз, и бізге сразу мінекей сезон біткенге мен дейдің осындай шамалы скинін берді. Енді пойдет. Көріп отырғаныңыздай бұл жерде өзгертіпті, кішкене әдемі қылып жіберіпті. В общем, осыларды ала берейік, артық болмас. Бізде емлеке столкновение шығыпты новый. И бізде осындай типа мынақта скинға шанс бар дейді. Бізде мінекей осындай скиндар шығыпты. Аха, мінекей мықты скиндар шығыпты деп айтамын, енді базар жоқ. Пойдет. Опа, мынақта подарок беріп жатыр. И бізге көріп отырғаныңыздай қанша, в общем, осындай бір не бұл енді? Блин ба, бірдеңе береді екен, вафли екен, вафли беретін болып шықты. В общем, мінекей бізде тегін сыйлықтар беріп жатыр. Опа, бір кристалл дейді. Ой, гем. Опа, мінекей Нитяның скині, осы скинді алам ба деп едім, что-то қымбат екен. Слишком қымбат. Опа, ана скинді алып қалайын ба, қалай ойлайсыздар? Комментке жаза кетіңіздер. Мінекей опыт алып, екіншісі ашылмайды, өйткені бізге Brawl Pass алу керек. Айтпақшы, новый Brawl Pass шығыпты. Мінекей көріп отырғаныңыздай, что за говно скиндар? Не мынау енді? Brawl Passқа не стоит секілді, вообще Оди Луми дейді. Не шамалы, слишком. Просто қыздың бетін бояй салғаны бір. Бұл қандай персонаж еді жалпы? Қазір ойнап көрейік. В общем, осы жылда ғана бір-ақ рет шығатын зат екен, скин екен. Енді қалай алсам болады енді? Алсам ба или алмайын ба? Комментке жаза кетіңіздер. Қазір тексеріп жіберейік оны. Опа, қараңыз, әдемі қылып істеп қойыпты мына жерде. И тренировкадан атып көрейік енді қалай болады. В общем, обычный атака осындай. Не мынау енді бірдеңе ұшып жатыр. Мінекей жер сілкінеді. Что-то бірдеңе лақтырып жатыр енді. Түсінбедім. В общем, осындай. Аха, обычный секілді, слишком обычный. Хотя бы ана Нитаны қою керек еді осы жерге. Сол кезде 100% алатын едім. Ата мына скин енді. Мінекей осы Лумидің заты екен. Пойдет енді. Енді көріп отырсыздар. Что за говно? Лумидің өзінің обычный түрі бұдан әдемірек көрінеді маған. Бізде легендарка береді екен, базар жоқ. И бізде достарының қараңыздар. 3 мега ящик достар. Бұл енді білмеймін енді бұл. Мен алдында бір рет мега ящик берген маған. И сразу сол жерден бір мықты персонаж бар түсіріп алған едім. Ал бұл жерде мінекей аша алмай жатыр енді. Что-то не то дейді. Бірінші тап ашылмайды деп тұр. Енді мінекей көріп отырғаныңыздай, играть деген басылмайды. Бізге осындай набор бірдеңе дегенге беріп жүреді. В общем, біреу таңдау керек секілді ма, білмей отырмын енді. В общем, Челлиді ғана алуға болады екен. Түсінгенім бойынша, әйтпесе манадан бері аналарды қарап отырмын, қайсын таңдауға болады деп. Ешқайсын таңдауға болмайды екен. Енді бастамай жатып Челлимен ойнайтын болдық. Мінекей соперниктерімізде бірақ түрлі байтыстар бар екен, біреулерде. Ал бізде тек қана осындай. И бізге осылардың біреуін таңдау керек екен. Ганжет, либо жүгірсек жазылады емдейтін. Скор саласа, енді скор жақсы ғой. Мінекей бізде уже Байронға қарсы шығамыз. Мінекей атып жіберейік. Алмай тұрады керек енді. Ой, абайлау керек. Что-то мына жақтар көрінбейді. Мынау өліп қалмайын ба әйтеуір. Өлген жоқпыз. Типа бұл енді көрінбейтін жер екен. Слепой зона ма қалай? Алып тастайық. Бұны пайдалануға болады екен. Жалпы көрінбей кетіп атып тастауға болады. Крисовать етіп. Енді бізге топ 4-ке кір. Опа, мінекей мынау Байрон. Ой, тупизм. Өзім барып қадалып қалғанмын ультасына. Мінекей ода золотой бірдеңесі бар екен. В общем, бұны ұта алмадық енді. Көріп отырғаныңызда мінекей жанып кетті қызыл болып. Топ 4-ке кіріп алдым. Енді осыны ату керек енді. Ультасы қолданып жетістім. Опа, мінекей топ 3-ке кірдім. Мынау мені өлтіре салады. В общем, мінекей. Бұда урон мен перезарядкасы бар екен. Бізде енді мега ящик ашамыз айтпақшы достар. Мега ящик беріп жатыр мінекей.
ішіне 9 предмет түседі. Енді бұл аз, бұдан ештеңе түспейтін шығар. Аха, мемлекеттік монетамен, в общем, осындай кредит берді. И бізде мінекей шит бар. В общем, әрғай ойнай берем. И мінекей тағы да жеңдім. Бұл жолы енді тағы да бір мега ящик ашатын боламын. Ішіне не шығадын көреміз. И ашамыз, и тағы да 9 предмет енді. Бұдан ештеңе шықпайтын секілді уже. Я көріп отқаныңызда ештеңе шықпады. Тек просто осындай 40 кредит берді. Әрғарай ойнай беретін болам. В общем, ұтқанша дейін. И осылай мега ящик ашатын болым. Бұл енді 3-ші мега ящик. Бұдан дым түспесе енді білмеймін. Қазір көреміз. И ішінен тағы да 9 предмет. Опа, достар, мінекей бізге Финкс түсті. Өте керемет. Мықты еще мынандай үшін бір старый модный бір стикерма иконкалар беріп жатыр. Ну, жақсы енді. Хотя бы Финкс персонаж түсті, мифический. И енді маған уже қанша бір примерно азғантай боец қалды, по идее. Әлі ашу керек. Я көріп отқанда 3 мега ящик ашып тастадық уже. И біз қазір осыны ашатын боламыз, достар. Ой, достар, бізге жетпейді екен кішкене. И мінекей жинадым 16 блинчик пәнет вафли. И в общем, мына боец мыналарды көрсетіп қойыпты, қызық емес. В общем, мына скиндарды түсіруіміз керек. И бұл жерде 60-ын ашсаң, жаңағы нитаны береді екен. Бұл жақсы. Менде ой бар, енді осыны 3-ін ашып скин түсіріп алайық. Если түсетін болса. Ну, опа, мінекей пэм дейді какой-то. И бізде осындай колода берді. И бұның ішінде қайсын таңдайын қазір оқып алайын. Аха, мінекей. Я что-то білмеймін енді. Мұнан таңдай салайық, в общем. Келесі бізде Байрон түсті. И бұл жерде де тағы колода көрсетілген екен. Бұның да біреуін таңдай салайық енді. Пассивная заряд супер деген, в общем, мықтысы осы дейді. И келесі бізге әш түсті. И бізде скин түспей ма не, достар? Қалай болған енді. В общем, мынаны таңдай салайықшы, крисаны көбейтетін. В общем, мінекей осы кезде беретін шығар деген ойдамын енді. Опа, мінекей. И бітіп қалған ес, достар. Что-то скинге көпті қойып, дым түспеді бізге. Өзімнің екінші аккаунтыма кіріп, бұл жерде жинап тастадым. И осы жерден көретін боламыз. Шансымызды, в общем, қанша түсіруге болатын. И оказывается, достар, мен манадан бері топить етіп отырмын. Примерно осындай навыктар береді деген сөз екен. Ал мен болсам, в общем, таңдау керек деп ойлап жүрмін. Яғни сразу тез ашып тастаймыз, оқымаймыз. Яғни осы байсымен ойнауға болады енді келесі. Көреміз, в общем, қарап отқаныңызда ештеңе түскен жоқ бұл аккаунтқа да. Білмеймін енді, бұл шанстар что-то өтірік секілді. Лучше обычный аша салған дұрыс секілді маған. В общем, өз аккаунтыма қайта келдім, достар. Ну, көріп отқаныңыздай, менде 80 боец бар екен. 96 примерно 16-ақ боец жетіспейді екен. Базар жоқ. Мінекей Финксті көріп отыр. Чтобы менде ойнап көру керек екен. Оны басқа видеоларды түсіретін боламын. Осымен видео аяқталды, достар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, коммент жазып кетеміз. Онда болса қош, сау болыңыздар, достар.